Кәнекей. Ассалаумағалейкем. Алыстан ардақты күмістен салмақты болған, ақталған ағырманы үміттері қашан көрсең жүреді күліптегі, қаумалаған ағайын аман бысың, қаламыздың жігіттері, жас жүректі толғантып тербеткендер, қиял ойды биікке өрлеткендер, аман бысың арнайы кешке келген, айналайын күлімгөз бой жеткендер деп, қуанышқа ортақтасар көп елім, жырғып бүгін қуаныштан төгемін, бас қосуымыз 20 жыл болды үздікпен қосылғанға, бір той жасақ елге берсем деп едім деп, бүгін мінекей құрметті қалайық, өздеріңізге белгілі кезіндегі Өзбекстан Республикасы Ташкент облысы емес, Бұхара облысындағы Газали қаласындағы Абай Құнанбаев атындағы нөмір 34-ші мектептің 1988 жылы қадам басып, 1998 жылы түлектері болып, қанатын қаққа биікке самылғаған, бүгін мінекей А, Б, В класстарының түлектері 20 жылдық басқосу кездесу кешіне қош келдіңіздер деп бір қол соқпайға қайыр. Ал енді қадірлі ұстаздар қауымы, қадірлі мұғалімдер, қадірлі қонақтар, біз енді бүгінгі мына үлкен басқосу кездесуімізді Шымкент қаламызға белгілі Ақсукет елді мекенінде қақ ортасынан орын алған, атына зат сай болған Ақсарай үлкен мейрамханасына қош келіп отырмыз. Ендеше осы дастарханның басындағы өздеріңізге белгілі 1988 жыл менен 98 жыл арасындағы түлектердің кездесу кешінің бастамасын біз әрине ұстаздарымыз дастархан төрінде жайғастырдық. Ендеше біз сіздердің демеулеріңізбен сол кездегі мектепке тай-тай басып, қадам басып келген кішкентай балалар бүгінгі таңда бірі әке, бірі ана болып жатыр ағайын. Сондықтан да біз ендеше бір сіздердің демеулеріңізбен мен қазір сыныптағы оқушыларды ат жөнімен шақырамын. Сіздер қол соғып тұрасыздар. Бұл кісілер қуанғанда менің қасыма келіп, бір саптан орын алады. Ал енді бірінші орнымызға келетін, қазіргі таңда Шымкент қақ ортасында үлкен азамат болып еңбек жасап жатқан, бірі Балқаш қаласынан келген, бірі Бұхара облысы Газали қаласынан келіп жатқан оқушыларыңыз Саханов Марат, Бейсенова Құралай, Мырзабаев, Ғабит бауырымызды қол соғып ортаға. Шамалықпен. Кәнекей. Кәнекей. Мына жақтан айған. Бұлардың артында келетін ортамызға Балқаш қаласынан, бірі Қостанайдан, бірі Бұхара облысы, Газали қаласына келіп жатқан Сүлейменов Азат, Тұрабаева Бақыт қыздарыңыз, олардың қатарында Мұрынбаев Жәнібек. Кәнекей, қошеметтеріңізбен. Бірі Қостанай, бірі Балқаштан, бірі Бұхара қаласынан. Ендігі кезекте ортамызда бірі Тараздан, бірі Ақсукет елді мекенімізде тұрған үлкен Нұрбаева Казина Тараз қаласынан, Шынбекова, соларды Шынбеков Мали бауырымыз, Алмұрадова Зәуреш қыздарыңыз ортамызға. Қошемет қайда. Шамалақтар бізбен. Келесі қонағымыз бірі Ақсукет өзіміздің елді мекенде, бірі Бұхара облысы Газали қаласынан, бірі Тараз қаласынан келіп жатқан Піржарова Айнұр қыздарыңызбен, Ұзақбай Талғат, солардың қатарында Жұмақ Медова Динара қыздарыңыз Тараз қаласынан. Қошемет Кәнекей. Кезектегі қонақтарымыз бірі Тараз қаласынан Абдерлеткенше, екіншісі Алматыдан Алатаудың бөктерінен сәлемін жолдаса, бірі жолдағы Алмұрттың Алматың түсетін жері Түлкібас қаласынан. Қошеметтеріңіз Абдуллаева Мұрат бауырымыз. Солардың қатарында Берсегурова Ақтоты қыздарыңыз, Сырбайын Жаңабай. Қошемет Кәнекей. Мінекей, мына жаққа келі беріңіздер, мәкең жақ қарап, я. Ал ендігі тағы да қонақтарымыз, бірі Тараз қаласынан, бірі Түлкібастан, ал үшіншісі болып Ақсукеттен өзімізге еңбек еренбей жасап жатқан кезектегі қонақтарымызды Оразымбетов Сағындық бауырымыз Тараз қаласынан, Серікбаев Мадина Түлкібастан, Өтегенова Таңатар Ақсукетте. Қошемет Кәнекей.
көрмемізді ұйымдастырып жатқан ұйымдастырушылар бар. Әрине олардың атын айтқанда атыр кейді ортамызда келесі қонақтарымыз. Бәрі де Ақсу кенттің қазіргі таңда азаматы мен азаматшасы болған Медет Аханов жұбайы мөлдірмен бірге деп қойды. Солардың қатарында Ерниязов Ғани қошемет кәнекей Гүлзирамен бірге. Музыка, қадірлі ұстаздар қауымы, қазақ халқымызда мынандай дана сөз бар. Иілген мойынды қылыш кеспес дейді. Бабамыз Бауыржан Момыш атамның бір сөзі бар. Еңкей атаңның қара құл емес, шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес, сәлем берген саулық алады дейді. Мына тұрған иілген мойынды қылыш кеспес тұрған барлық сіздердің шәкірттеріңіз қазіргі таңда әрқайсысы бір шаңырақтың отағасы, бірі отанасы болып, қазақ еліне еңбек етіп жатқан азаматтар мен азаматшалардың құрметіне тағы да бір қол соқпаңыздар керек. Ал енді міне, мен осы жігіттердің қатарында тұрамын. Қазақта айтады, сәлем берген саулық алады, қошқар болар тоқтының маңдай шеті дөң болады, би болатын жігіттің істеген ісі жөн болады дейді. Осы ұстаздарға өмір бойы біз басымыз иіп сәлем беріп жүргенбіз. Бүгінгі кешімізді сол сәлемнен бастайық. Бәріміз бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, ассалаумағалейкум деп бір иіліп, жігіттер қолымызды көкірекке қоямыз. Бір сәлем беріп қояйықшы ұстаздарға. Қош келдіңіздер, ассалаумағалейкум. Көрдіңіздер ме, қандай тамаша. Енді бұл кісілер тұрғызып қоймайды. Бұл кісілер енді сіздер үшін дастархан жайып отыр, біздер үшін дастархан жайып отыр. Міне, қазір енді кезекте әлі сөзге шыққанда өздерін таныстырады. Қандай жағдайда не істеп жатыр, қанша балашаға бар, оның бәрін өздерінің тілектерінде құбыласыздар. Ендеше рұқсат берсе, бұл кісілерді сіздердің алдарыңызға дастарханға шақырамын. Ду болса балақпай кәнекей. Кәнекей, дастарханға жайғасайық бәріміз. Қыздарды отырғызайық, қыздар болып, алыстан келгендер, Қостанай, Қарағанды, Астана, Тараздан келген, Алматыдан келген қонақтар, кәне, орнына бәріміз, шапалақпай бәріміз. Бәйді! Міне Гүлзира апай, ал енді сынып жетекшілері болған біздің Гүлзинат апай. Міне шапалақ ұрып қойыңыздар, Әсем апай. Енді мен сіздердің қастарыңызға тағы да бір екі апайды шақырайын. Пән мұғалімдері болған кезіндегі сонау алыстан аттерлетіп, қазіргі таңда Өзбекстан Республикасы Бұхара облысы Газли қаласынан келіп отырған Сапарова Гүл апайды ортаға шақырамын. Шапалақ болсын. Солардың қатарында тағы да Бұхара облысынан келген Газли қаласынан өзіміздің мектебімізден нәр алған Абдуллаева Жаңыл апай. Сізді шақырамын. Сонымен бірге Жамбыл облысы Қаратаудан келіп отырған Сара апай Төлегенова, келіңіз ортаға. Міне, әдейі сіздерді қос шақырдым енді бірге. Өйткені мына апайдың жолы үлкен, мынаның жасы үлкен. Бірі соны Газли қаласынан Бұхарадан келіп отыр. Біреу пойыздан түсті, бірі самолеттан келді, бірі парашютпен түсті дегеннен кейін мен ортаға бәрін бір жиып алдым. Ал енді қайырлы кеш құтты болсын. Мына біз енді үлкен астың алдында қазақ қашында үлкен қонақтарға тілек берген. Мен мына біздің Жаңыл апаймен ақылдаса келе, алыстан келген қонаққа құрмет жасайық деп отырмын. Мына ортамызда сонау Өзбекстан Республикасы Бұхара облысы Газли қаласынан келген өзіміздің Абай атындағы мектепте әлде де ұстаздық қылып жатыр. Талай шәкірт тәрбиелеп жатыр. Міне солардың қатарында мен Гүл апайдан бастасам деймін. Солай ма? Бізге отыр Сапарова Гүл апайдың пән мұғалімі екенін жақсы білесіздер. Сонау алыстан жетіп келіп бүгінгі дастарханымызға қатысып отқаныңызға Гүл екеуі өте қуаныштымыз. Енді тілекті сізден бастағанды жөн көрдік. Қол соқпайық кәнекей. Рахмет. Құрметті ұстаздар, оқушыларымыз, шәкірттеріміз,
Неге бүгін өте қуанышты күн. Неге мен 20 жыл өтіп, неге бас қосып, бір-біріңізді көріп, қуаныштарыңызды біздермен бірге бөліп өткен үшін шақырғандар үшін үлкен сіздерге рахметімді білдіремін. Осындай біздерге нәсіп еткен екен, осындай үлкен азамат болып, елге халыққа сыйлы болып, үйлі жайлы болып, жұмыстарды істеп, осындай үлкен азамат болған көргендеріңізге біздер өте қуаныштымыз. Не дегенімізге аз болса да біздің үлесіміз бар деген үміттеміз. Балалар, оқушылар, әрқашанда осындай мейлерің биік болсын, жолдарын ашқанда ашық болсын. Әрқашанда сендерді осындай қуанышты күнде, жақсы күндерде көре берейік. Бақытты болыңыз әрқашанда. Ұстаздар неге бас қосып, баяғыларды еске алып, балалармен бірге отырыппыз. Бұл да біздер ұстаз үшін үлкен бақыт, қуаныштымыз. Енді сіздерге айтайын деп едім. Рұқсат болса бір 5 минут уақыттарды аламын, ұстаздар. Баяғыда бірінші класста сіздерге орыс тілінен сабақ берген екенмін. Сонда енді бірінші А классқа сабақ берген екен. Сол кезде добукварный период деген бар еді. Пока балдар әріп үйренбейді, бірақ деген орысшаның сөздерін үйреп, сөйлеп, картинкалармен сол кезде мен өздеріңе сурет салдырғанмын бірінші класста. Сонымен бұл суреттерді сіздерге қазір тарқатамын. Өздеріңе ел бала күндерін еске аласыңдар. Бұл суретке 30 жыл болған. Әнекей сол күндерге қазір кімнің фамилиясы болса, соған келіп менің қолымыздан алыңыздар. Бурхачаев Ерназар. Пірназарова жоқ. Фамилияны оқи береді. Так, Альмурадова Зәуре. Альмурадова Зәуре. Бірінші А класс оқушының суреті. Молодец, настоящий художник болған кезінде. Бірінші А класстағы. Утаганов Таңатар. Енді армандағанда летчик болмақшы болған шығар енді. Кәрге қошемет болсын, мына апайларымыз билеп келеді, бірін сүйреп келеді ағайын. Шабалақ қайда! Бәрімізде, қандай тамаша. Біріншіден ассалаумағалейкум деп сәлем берейін. Мына сәлем берген саулық алады деген жағы естіп жастар, Бауыржан Момшатан бір сөзі бар, елге мойынды қылыш кеспес деген. Сіздерге қазіргі таңда кезінде сіздер үшін бала ғой бұлар. Бірақ қазіргі таңда бәрі де мына 40-қа келіп қалған азамат пен азаматшылар, бәрі де әр елдің мекемені басшылықта басқарып отқан, бірі мұғалім, бірі мінекей полицей, бірі дәрігер, бірі басшы, бірі құрылысшы дегендей, әркімнің өзінің несібесін Құдай тағала тура жолға салған. Бірақтан да әліппені ашып, әркімнен танытып, мектепке жетелеген кез естеріңізде болса керек. Сондықтан да мына қазақта айтқаны ғой, бірінші анаңа қызмет жаса, сосын тағы да анаңа, сосын әкеңе, сосын бар ұстазына деген. Бүгін мына сіздерді естіп отырмын, бірі сонау Бұхара облысы Газли қаласынан келіп отыр, бірі мінекей өзіміз Газли қаласынан, бірі мінекей өзіміздің үлкен Алматы, бірі Тараз, бірі Балқаштан деп жатыр. Бұның бәрі де осы дастарханға деген құрмет. Бізде қазақта бір жақсы сөз бар ғой, абайлар, шақырғанның құлы бол дейді, шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма дейді. Мінекей өздеріңіздің көз алдарыңызға сабақ алған, білім алған азаматтардың дастарханына қош келдіңіздер. Енді қыз дегенің гүл екен, осы ұстаздардың үлкені кім екен деп мен бірінші Бибайша апайдан бастаймын. Қадірменді ағайын сонау Балқаш қаласынан келіп отырған, аяулы ана, ақ орамалы басында болған, адалдығы астында болған, көкірегі бұлаққа айналған, ақ тілегі жұмаққа айналған Бибайша апайымызға қол соғып қошемет көрсек ағайындар. Құрметті тыңдайық. азаматшылар. Мінекей бүгін күні сендердің Газли мектебінен бітіріп кеткендердің өзіне 20 жыл болған екен. Осы 20 жылда үлкен азамат болып, семья құрып, елдің, халықтың азаматы болып өсе берсіңдер. Жолдастар, апайлар айтады, баяғы біз сабаққа кіргенде тынышталып отыратын еді ғой, неге тынышталмай жатыр дейді. Апайлардың құрметі бір тыныштық сақтайық кәне, болмасам тұрғызып қоямын дейді апай. Бір қошемет болсын кәнекей. Мына бас қосқан тойларың құтты болсын, тойларға ұласа берсін, өмірлерің ұзақ болсын, дендерің сау болсын, әркім өзінің тапқан кәсіптерінің иесі болып, елдің халықтың
азаматы бола беріңдер, адал қызмет етіңдер, семьяларында да барлық уақытта адал болыңдар, адал жұмыс істеңдер. Енді сонымен бірге осы тойларың тойлыға ұласа берсін, өбірлі шүгірлі болып, тойларың жалғаса берсін. Шапалақпасын қадірлі ағайын. Міне, кеудесіне талай ақыл түйген, оқытқан оқушылардың маңдайынан сүйген, бүгінгі 20 жылдық кездесу болады деген соң, әбден жылтырақ кемзол киген, менің Балқаштан келген Бибайша апамыздың ақ тілегін алдық. Қол соғып қойыңыздар ағайын. Ал енді мына ортада үлкен аяулы ана болып, бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербеткен біз сияқты талай шәкіртке ұстаз болып, қазіргі таңда Астана деген бас қала болғанмен жас қала дейді. Сол Астанадан талай шақырымды артқа тастап, өзінің шәкірттерін сағына күтіп көремін, білемін, сол жерде боламын, таң атқанға дейін би билеп қаламын деп келіп отырған біздің Айнагүл апайдың орны бөлек. Сондықтан да тағы да бір қошемет Астанадан келіп отқан Айнагүл апай, мінекей кезіндегі Газли қаласындағы Абай Құнанбаев атындағы мектепте білім берген балалардың барлығы екі елге қызмет жасап отыр. Енді ақ тілекті өзіңізге берейін. Қошемет болсын. Қымбатты да аяулы шәкірттеріміз, бір кездерде бұдан 20 жыл бұрын бал тілдерін бұлдыраған жас сәбилер едіңдер. Сендер 7 жасқа толып мектеп есігін ашқан кезде әлі кішкентай болатынсыңдар. Енді жазып келген өзімнің көңілімнен шыққан тілегімді қағаз қарап айтуға рұқсат ететін шығарсыздар. Оны кешірім сұраймын. Жаттайтын уақыт болмады шынынан айтқанда. Қалай жетем ба, осы уақытқа жетем ба, жете алмай қалам ба деген ой болды. Сондықтан да кешіресіздер. Қымбатты аяулы шәкірттерім, сіздерді бүгінгі 20 жылдық бас қосу тойларымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күнде бірің әке, бірің ана атанып, ұлды ұяға, қызды қияға қондырған ата-ана болдыңдар. Кезінде ештеңеден хабарсыз, жазу сызудың не екенін білмейтін, барлығында балғын сәлімде болдыңдар. Мектеп табалдырығын аттап, партаға алғаш отырғандарың, күлімдеген көздерің, қуанышты күндерің көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Міне сол күндердің естелік сияқты арадан 20 жыл өткенде бас қосып отырсыздар. Сендердің әрқайсың бір тарихсыңдар. Өмірдің ағымымен жолға түсіп, бір арнаға қосылып отырсыңдар. Әрқайсың өздеріне бұйырған мамандық иесі болдыңдар. Сонда да әлі бізге бала сияқтысыңдар. Біз сендердің екінші аналарың болып, күшіміздің жеткенінше тәлім-тәрбие бердік деп ойлаймыз. Бұл күнде әрқайсың әр шаңырақтың иесі болдыңдар. Осы күнге жеткендеріңе шүкіршілік айтамын. Сендер туралы жақсы хабар естісе қуанып қаламыз. Сендердің халыққа адал қызмет етулеріне сырттай тілектеспіз. Бір кездері кішкентай бала болып, мектеп есігін аштыңдар. Енді міне таудай таза азамат болып, қайта қауышып жатсыңдар. Шұрқырасып, көрісіп, бір-біріңмен табыстыңдар. Қуаныштарың ұзағынан болғай, бұдан былай хабарласып тұрыңдар. Енді айтайын дегенім, сендердің осындай азамат болып, ұстаздарыңды еске алып, шақырып, осындай үлкен дастархан жайып, шақырып құрметтеп отырғандарына үлкен рахмет. Әрқашанда тойда кездесейік. Бұл өмір өткінші өмір. Сондықтан да ұстаздарыңды да, ата-анаңды, халқыңды, жолдасыңды, жұбайыңды, қызыңды, ұлыңды барлығын құрметтеңдер балалар. Біз сіздерден жаңа айттым ғой, жақсы хабар естісе қуанамыз. Құдайға шүкір, бәріңді де. Бізді кеше бірінші көргенде айтып жатыр. Апай ұмытпапты дейді. Неге ұмытамыз біздер? Біздер еш уақытта ұмытпаймыз. Әлі біз жаспыз. Сендердің арқаларында жүре бергіміз келеді. Сендердің қуаныштарыңды, жақсы күндеріңді бөліскілеріміз келеді. Ал енді мен айтатын тілегім, дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын, қайда болсаңдар да аман есен жүре беріңдер. Біздердің тілегіміз сол ғана.
Мінекей қадірменді ағайын ортамызда біздің Бибайша апай, одан қоса мына Айнагүл әпкеміз, апайымыз жақсы игі тілегін, жүректегі тілекті сіздерге жеткіземін деп қағаз бетіне түсіріп алып келіпті ағайындар. Бұл да осы кешке деген құрмет деп білеміз. Ал енді ұстаздар қауымы біз кешегіде мына класстастардың бәрі кеше осы жиын болады дегеннен өздеріңіз білетін айдың сұлтаны болған Рамазан айына тура келгесін, оразаның ішінде ешкімді абыржытпай, бәрі ауыз бекіткен мұсылман бауырларымызды әр қаладан шапқылатпай, сол оразаның құрметі деп оразаны толық тұтып алып, одан кейін айт күндерін өткізіп, мінекей шілде айына 30-ны әдейі белгілеп отыр. Өйткені алыстан келетін қонақтар еркін сезініп, ертең мына жақта тауға шығамыз деп, одан ауылды елде шомыламыз деп, соған бәрі жағдай жасап отқан мына тіктіріп тұрған бүгінгі той иелері деп айтуға лайықты ұйымдастырушылар, мына Қалекең бар, Мәкең бар, мына Гүлзира бар, осылардың барлығы осыны класстастармен бәрі ақылдасып келіп, оразаның ішінде емес, сол май айының 25-ін тойламасақ та келесі айда тойлайық деп бүгінге жылжытып отырмыз. Сондықтан сіздерді осы шақыртуға құп көріп келгендеріңізге кеше ғана Алланың жолы хақ жолы деп Құран оқытып жатыр, өткен ұстаздарға, өткен класстастарға деп. Енді мына ортамызда біздің өзімізді ақсып өткен белгілі ұлағатты ұстаз болып, қазіргі таңда да осы өзінің шәкірттерінің жемісі мен жеңісін көріп тұрған біздің Жұпар апайдың ақ тілегін алсақ деп отырмын. Бір қошеметтегі ағайын Жұпар апайдың ақ тілегі ортамызға шашу болсын мінекей. Міне оқушыларым Абай атамыз айтқанындай ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп әлі де ұстаздық етіп жүрміз. Осы жерде өзбек мектебінде қазақ тілін үйрету, мемлекеттік тілді үйретуде атсалысып жүрген апайларың мен боламын. Балаларым, міне сендерді ең бірінші мектепке 7 жаста келіп, әліппенің бетін ашып, еш нәрседен хабарларың жоқ, кішкентай ғана балалар едіңдер. Міне бүгін азамат болып, артқа 20 жылды салып, әрқайсыларыңыз жаңағы отбасыларың бар, бала-шағаларың бар, солардың рахатын көріңдер. Міне мына ұстаздарыңды шақырып, осындай сый құрмет көрсетіп отқандарыңа мың алғыс басын деймін. Және сонымен бірге мына балаларым әр уақытта осындай ауызбіршіліктерің молынан болсын. Тек қана жақсы күндерде кездесіп, жақсы тойларда кездесіп жүре беріңдер. Бала-шағаларының алдында аман есен ойнап күліп жүре беріңдер. Мына жерде мына медет былтыр 2 баласы, 3 баласын сүндеттендіріп тойға шақырды. Бірінші Жұпар апайым деп мені ортаға шақырып сөз берді. Осылардың қызығын көріп, әлі біздер міне қартаймай жүрміз. Мына жерде Бақыт деген Турабаева, Бақыт деген оқушым, Жұпар апай в общем өзгермепсіз дейді. Құдайға шүкір, міне сендердің арқаларында, бала-шағамыздың арқасында осындай қартаймай жүре берейік. Сендер де біздердің ізімізден еріп, елімізге елеулі, халқымызға қалаулы азаматшылар болып жүре беріңдер. Рахмет. Мінекей, қазақта бекер айтпайды, апай, мектебің мынау класың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың дейді. Бұл 10 жылдың ішінде нелер болып кетті? Ал 10 жыл мектепті бітіргеннен кейін 20 жыл болды міне. 20 жылдың ішінде нелер болып жатыр? Сондықтан да келесі жылғы тағы да артқа 10 жылды тастағанда 30 жылдық кездесу болсын. 30 жылдық кездесуде, 40 жыл, 50 жылдық кездесуде де сіздерді дастарханның төрінен көрейік. Той істеген қазағыма жағады, той дегенде жүрек сүрген дүрсіл соғады. Бүгінгі мынау түлектердің бас қосу 20 жылдық кешінен естелік деп апайлардың қолына әдемі қылып сыйлықты Гүлзира ханым тағады деп қояды. Бір шапалақ ағайын, міне бүгінгі кездесуде барлық осы шәкірттердің атынан сіздерге азын-аулақ сыйлығымызды тартып етіп отырмыз. Мына беріп жатқан сыйлық бұл сіздердің міне әдемі естелікке кәніге сәке. Сүйгетке түскенде күліп түсейік, асықпай, Алеке, сіз айтырыңыз, апайлар енді бір минут. Мына менің қолымда тұрған, мінекей менің қолымда тұрған құрметті
Ғани Гүлзира медеттің ұйымдастыруымен барлықтарыңыздың қолдарыңызға жеткен шығар. Абай атамыздың бейнесі тұрған шақыру хат жасатқан. Бұның өзі үлкен дүние негізінде білген адамға. Мен ішіндегі бір, екі, үш шумақтан жазылған үш куплетті ойдан шығарған болар, соны ел біліп жүрсін деп әрқайсының қолында, бірақ соны оқып берсем деп отырмын. Сонау кезіндегі Бұхара облысы Газли қаласының орталығында орналасқан нөмір 34-ші Абай Құнанбаев атындағы орта мектептің түлектердің шақыру хаты. Енді мен соны оқып берем, кейін жайғасасыздар. Қараңыз, тамаша жазған Абай. Күн келді, түлек әні шырқалатын, тарихтан 20 жылдық нұр таматын, келді олар орта қалған балалықтың ән қылып, көтерсін деп шырқап отын. Тағдырын тура жазып, өткеніне, келгендей бала кездің көктеміне, оралды олар міне ұстазына, оралды олар міне мектебіне. Сағым жыл жанға алаулы жағар отты, олар да күні кеше бала бопты, бүгінде жігіттері әке атанып, қыздары сәбилерге ана бопты. Кездесу құтты болсын ағайын. Енді сіздерді әдемілеп дастарханға шақырамыз. Бүгінгі кешімізді ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі таңның атысына дейін бізбен бірге боласыздар. Талай ойындар болады, ойындарға сіздер қазылар алқамыз болды. Кәне, дастарханға шабалақ беріп ұстаздарымызды. Барлығымызға белгілі Арыс өңірінің тумасы болған Ержан Серікбаев деген ағамыз бар. Сол кісінің әні көтерейік кәне достар, махаббат үшін, осы күнге жете алмаған жан достар үшін деп, барлық осында бас қосып отқан достардың құрметіне көтерейік кәне достар әні. Сіздердің құрметтеріңізге мереке құтты болсын ағайындар. Bir қол соқпайық ұстаздардың құрметіне. Мейде! Сол ұстаздарды тағдырына ортамызға шақырғымыз келіп отыр. Бүгінгі тойымыздың төрінде ақ тілегін айтамыз деп келген, бүгінгі тойға тілектес болып келген қадірлі қонақтарымыз бар. Сол ұстаздарды ортаға шақырайық. Орта сыныпта жетекші болған ұстаздарымыз
Әмина апайны ортаға шақырып келеді, құрметпенен. Солардың қатарында Иса Ходжаева Жаңыл апай, Тұрар Рысқұлов елді мекенінен келіп отқан Түлкібастан келген біздің Жаңыл апай, Иса Ходжаева ортаға келіңіз. Әмина апай, солардың қатарында Гүлзира апай, сізді шақырамыз. Гүлзира апай, келіңіз. Олармен бірге сынып жетекшілері болған, 8 сыныпқа дейін жетекші болған Гүлзинат апай мен Әсем апай. Кәнеге ортамызға келсеңіздер екен, бүгінгі кешіміз сіздермен бірге қуанышқа бөлінді. Кәнеге. Ey, бәрекелді, мына қадірлі ағайын. Көп рахмет, бір қол соғайық енді.
Біздің кіргеніміз, біздің сәлем бергеніміз сіздерге саулық тілесін. Шатырымен келіп жатыр. Ұстаздарымыз мінекей сонау Бұхара облысы Газали қаласынан ұстаздар келіпті. Алматы, Астана, Қарағандыдан, жан-жақтан барлығы да бүгінгі кешімізге, кездесуге, бір-бірімізбен жүздесуге алтын уақыттарын бөліп келіп отыр қадірлі ағайын. Қош қадам болсын ағайын. Міне ендеше қазақта бекер айтылмайды, өткен өмір қымбат, келер өмір жұмбақ деген. Біріміз жұмбақ болсақ та біріміз бар, біріміз жоқ дегендей. Бүгін мына үлкен бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, осы дастарханды ұйымдастырып, ат салысып жатқан біздің міне медет бауырымызға, олардың қатарында Ғани бауырымызға, Гөлзирадай қыздарыңызға Алланың нұр жаусын. Осы бәріміз түлектердің басын қосып, Ақсукеттің төріндегі Ақсарай мейрамханасына бас қосып отырмыз ағайын. Ал енді осы кеште қашанда ұлы халық біз үлкендердің тілегімен, дұғасымен ашқанбыз. Мына ортада бізге ұстаз болып тәлім берген біздің бастауыш кезімізден А әріпін, Б әріпін танытқан осында ұстаздар отыр. Жас үлкендерді ортаға шақырып бүгінгі кешімізге ақ тілек батасын алсам деп отырмын. Кәнеге ендеше бүгінгі кешіміз өзі А класы, Б класы, В класы деп жатырмыз. Солардың А класының бастауыш оқытушысы болған Жұпар апай, мына өзімізді Ақсукет елінде ардақты анасыз, ортаға сіз келіңіз. Б класының бастауыш апай болған біздің үлкен сонау Балқаш қаласынан келіп отырған ардақты аяулы ана Бибайша апай, сіз келіңіз ортаға. Солармен қылысы вагон класын, В класын оқытқан бастауыш сыныбындағы үлкен жетекшілік жасаған біздің Астана қаласынан келіп отырған Айнагүл апай, сіздерді ортаға шақырып, бүгінгі кешіміздің ақ тілегін алсам деп отырмын. Үлкен бастауыш мектебін тәлім берген апайларымыз, келіңіздер кәнекей. Любаева Бағила, медбикенің суреті. Мұхамедова Оразгүл. Андыржанов Ғани, ракета. Енді тағы бір оқушының суреті бар. Марқұм Садуақасы Серіктің суреті. Енді оны мамасына тапсырамын қазір. Апайға, Бибайша апайға. Уақыттарыңыз алып кешіресіздер. Айналайын көршілік бір шабал ұрайық, Сапарова Гүл апайдың міне қандай еңбегін естіп отырмыз. Бұл бірінші сыныпқа барған кезде салған сурет екен. Бұл енді бүгінгі күнмен есептейтін болсақ, 30 жыл болды қадірлі ағайын. Міне қандай портрет бар дейді, мына үйге алып қойғам дейді. Сонымен жаңағы Ғалип неге жігітімізбен Жансаридов ақан түмен суретін ауылда алып еді. Олар Ғалип алып, рампаға салып үйіне қысып тұрған. Және де бір нәрсені айтайын неге сіздерге, неге бүгін сіздерге жүздесіп отырғанның бір үлес қосқан, өзімнің шәкіртіміз Ғалипке айтпақшымыз. Осы жаққа келуімізге біздерге денежный неменен жәрдем беріп, осы жаққа жол болуымызды демеушіміз Ғалип. Спонсорлық бізге жасаған. Екі апайға бару келу жолымызды азаматтық жасаған екен. Осындай оқушыларымыз көбейсін. Ғалип, үлкен рахмет саған айналайын. Әрқашанда бізге қылған қызметің Алладан рахмет. Екесе үшін Ай достар, естіңдер ма Ғабекеңнің қандай жұмысын? Екі апайды бірден немен самолет той істемен кетсіздер. Міне шабала ұрайық ағайындар, қандай еңбегіңіздер. Ғалеке ұстазды сыйлаған адам қор болмайды, екі апайға да. Ал енді осы Гүлекеңнің қасында тұрған біздің Абдуллаева Жамал апайдың да қуанышында шек жоқ. Сонау Бұхара облысы Газали қаласынан өзіміздің елден ат терлетіп келіп отырған осы апайдың ендігі кезектегі тілегін қабыл алайық. Қошеметтеріңіз болсын кәлі. Рахмет айналайын. Ал баяғыда түрлі айтау той дегенде жаңағы жоталының арқасы зат дей ма, тойды көрсек әйтеуір осылай бір ішкен асымызды жерге қойып, тұра жүгіріп елеңдесетін әшейінде де сондай қазақ той деп ат сабылтып жүретін халық едік қой. Ал енді бүгінгі күн ерекше күн болып тұр. Мынау оқушыларымды осыдан 20 жыл бұрын жаңағы түлеп ұшқан оқушыларым шақырды дегенде жан бар ма? Осы жаңағы Мырзабаевтай қазіргі күнгі азамат Ғабиттей оқушым мұнан 20 жыл алдын біздердің Абай мектебінің түлегі, жақсы бір сүйкімді оқушыларымыздың бірі бүгін мінекей ұстаздарын атасынан ұлы көріп, ұлық санап алып келген. Айналайын, рахмет алғысымыз шексіз. Ал 81-лер, ағысыңдар.
Бүгін Алланың бір нұры жауған күн, басымыз аман, бауырымыз бүтін, қауышып тұрғанымызға мыңда бір Аллаға шүкір тәубе дейміз. Жадыражай шарас, мамыражай тарасатын осы айқайлатып билеп бір түлейтін түлектер көп болып тұр екен. Тұзда майдаса бармай, адам майдаса қалмай келіп тұрған жайымыз бар. Бүгінгі қуаныш, мереке құтты болсын. Ардақты төрімізді толтырып сәнімізді келтіріп отырған ұлағатты ұстаздарымыз, Айнагүл апай, Бибейш апай сияқты ұстаздар бізге де ұстаз болған. Сол кісілердің жолын мінекей қуып келе жатырмыз. Ұстаздық еткен, жалықпас кеп ұстаз болып мінекей. Апайлар құтты болсын бүгінгі мереке, 81-лер, ал мереке құтты болсын. Осы 7-ші бар кезінде ма, 2 жыл осы постсыныбына сынып жетекшілік жасаған едім. Оразбеков, Сағын, Сүлейменов Азат сияқты оқушыларым, Дұшманов Азат сияқты қыздарым бар еді. Әйтеуір кезіндегі жүрген шәкірттерім бүгінгі күні мына азамат өте тамаша, бәрінің де өз орны бар, өмірден ойып алған. Қуаныштымын. Алла дендерінің саулығын, бастарының байлығын берсін. Ұзақбаев Талғаттай азаматтың бірі өзімізбен қазір ауылда мінекей ел басында тойларда жүрген азаматтар мінекей баршаңда бір-бір жерде әлемі орындарда бір иелік етіп жүрген азаматсыздар. Алла қуаныштарыңды арылтпасын, пейілдерімізді тартпасын. Осындай мереке қуаныштарымыз, қасиетіміз жарықтасын. Мен енді айта берсем, жаңағы көп қой дегенменен өзім өлең кішкене шимайлап шықсам да, шимайлап алып шықсам да, құрғыр баяғыдағы шпаргалды ұстарыңдар деп сендер ұрсатын едік. Өзім шпаргалды ұстап тұрған жайым бар. Сатпақ бірдеңені жазып шығып ауылдан шығарда. Мына Мырзабайға асықтым, такси ұшып тұр апай деп. Сонен жақтарын құрамай қалдым өзім жастамда. Сендерге бір мерекелік шашу ғой деп қамаларсыңдар деп жатырмын. Тойларыңа шашып атқаным. Тойға шашыңыздар, той тамашасын ашыңыздар демейме? Ал тыңдасаңыздар. Бал дәурен неткен тәтті жас шағында, 20 жыл өтіпті-ау қас қағында. Ұлағатты ұстаздарды шақырыпсыздар, болсын деп мерекеге ортақ куә. Біріңіз ардақты әке атаныпсыз, біріңіз енді болыпсыз аяулана. Ұрпақпенен 100 жасап өркендеңдер, бір Алла өздеріңе болсын пана. 20 жыл мұнан бұрын қандай едің, ол мен қыз шекер менен балдай едің. Бұл күнге сау сәлемат жеткеніміз, сіздерге көп қой біздің тілегіміз. Өткендерге тиетін құран болсын. Ұлдарыңыз жайнаған, жадыраған ұлан болсын. 30 жылдық мерейтойда да Алла бұйыртса жүздесу, кездесу, осы отырған баршаңызға ұран болсын демекші. Мерекелеріміз құтты болсын. Той қазынасының ортасында, осындай шаттықтың ортасында сайранды салып, жүздесіп сізбен бізге қауышу Алланың жаңа иелігінде болсын деймін. Қуаныштықпыз, толқып тұрмын. Негізі бір адамға дес бермей сөйлейтін ауруым бар еді, тамада деген жаңа коллегамыз інім екеуміз. Бірақ осы ретте шынымен толқып тұрмын. Әрқайсыңды көріп, кешеден бері жүздесіп жатырмыз. Қанша сүйсем де құмарым қалмай сендерді. Қанша құшақтасам да, кіп-кішкентай болсам да, құшағым толмай тұр сендерге. Сондай қуанып тұрмын. Ризамын, алғысым шексіз. Мырзабаев Хамитжанға, жалпы Аханов, Медет, Сүлейменов, Азат, Саханов, Жалғасбаева Гүлзира, Ешниязов, Ғани, Өтегенов, Таңатар, Дұшманов Азат келе алмай қалса да, Оразымбетов, Сағымды, Сырбаев, Жаңабай, кімдер еді? Жұмахметова Динара, жаңа қыздарымды айтып жатыр. Апай, әлі Сұлғазили дейсіз ба? Апай, өзгермепсіз, сіз онша қартаймапсыз дейді. Сол ниеттеріңнің өзіне рахмет айналайындар. Рахмет, қуанып тұрмын сондай. Басқа да ана Газилидің өзімнің оқушыларым, Калиев Мақсат, басқа да шәкірттерімді көргеніме қуаныштымын. Тойдың төрінде шалқып жүздесу, алға 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдарда да бізге бұйырсын жұқты бола берсін ағайын. Құтты болсын мереке. Шіркін, аңқылдаған жаны бар шіркін.
бәлкім менің әпкемнің маңдайында бағы бар деп қанша күнге келдің Шаңдабай? Шымкентке. Шақырып қонақ қылайын деп пе едің? Жоқ, Шаңдабай мынандай ғой. 5-і, 6-сы, 7-сі, 9-ы, 10-ы, 11-і боссыз ба? Сен білмеймін, сен Мына жерде той бар да, той. Тамада ғой деймін ғой, иә? Бір шапалақ ұрып қойыңыздар, мына ұстаздардың аңқылдаған қол ашып, күлкі кетпес жүзінен балаларға жол ашып жүргізетін ізімен деп деніңіз сау болсын. Ал енді қадірлі достар, ортамызға Жамбыл облысы Қаратау елді мекенінен келіп отырған, өзінің сәлемін жолдап келген, өзінің тілегін бір алла қолдап келген, осы ортамызда Сара Төлегенова апайымыз келіп отыр. Бір қошеметтеп қойсаңыздар. Ал қадірменді қалайық, қадірменді шәкірттер, бағатты ұстаздар, ең бірінші кезекте мен бүгінгі кешті осынша Өзбекстанның түкпір-түкпірінен, Қазақстанның түкпір-түкпірінен басымызды қосып, қонақ етіп отырған, той беру оңай емес, осы тойдың иелері болып отырған, мына Гүлзиражан, Ғанижан, Медет, осы кешті басқарып, осы кешті ұйымдастырып отырған осындай оқушыларымызға үлкен рахметімді айтқым келеді бірінші кезекте. Ұмытпай біздерді жан-жақтан шақырып бас қосып отырған. Ал екіншіден мына жерде отырған 81-ші жылғы түлектер, 81-ші жылғы туылған, негізі 98-ші жылғы түлектер, сендерге бүгінгі мереке құтты болсын. Негізі мен өткен жыл өзімнің оқушыларымның кешіне келе алмадым. Өзімнің оқу бір себептерменен. Бүгін кәдімгідей толқып отырмын, себебі мен өткен жыл қатты осы 20 жылдыққа келгім келген, өзіме себептермен келе алмадым. Ал бірақ сол кезде оқушыларым, білмеймін, менің оқушыларым өзімнің бітірген оқушыларымның маңдайына әйтеуір мен бір жақсылық жасайын да жасай алмай қаламын. Бітірген жылы соңғы қоңырауды тамаша етіп өткізіп беремін деп уәде бергенмін, өткізе алмадым. Именно осы 81-ші жылғы түлектерге келгенде өзім директор орынбасары болдым да осылардың соңғы қоңырауын өте тамаша қылып өткізгенім есімде. Осындай тамаша оқушылардың арасында жүргеніме қуаныштымын. Осындай тамаша оқушыларды тәрбиелегеніме қуаныштымын. Осындай ақкөңіл, жарқын, әр үйде, әр отбасының басшысы болып отырған мына ұл қыздарымыздың есейгенін көргеніме қуаныштымын. Және мына төрде отырған осы неше жыл алдын көшіп кетіп, мінекей бүгін бірінші мәрте көріп отырған ұстаздарымыз бар. Айнагүл әпке, жаңағы Бибайша апай, Жұпар апай, сіздерге де рахмет, осындай кешке келіп отырған уақыттарымызды қиып. Барлықтарын қазір атын атап, түсін түстемей ақ қояйын. Негізі осы жерде отырған ең бірінші кезекте өзімнің оқушыларым Сәндібегім мен Каримсақовтың атын айта алмаймын. Каримсақов оқушыларым келіп отыр. Рахмет үлкен сендерге. Мен осындай оқушыларымның барына қуаныштымын. Мерекелерін мерекеге ұласа берсін, тойларын тойға ұласа берсін, әрдайым үйлеріңізде той тамаша бола берсін. Бәрекелді, мінекей қадірлі ағайын, Сара апайдың ақ тілегі сараланып, ортамызда дараланып жатыр. Ақ тілегі қабыл болсын. Ендеше мына ортамызда қашанда ұлық халықпыз, дана халықпыз, жас үлкен сыйлап, осы ортада үлкен тілегін, үлкен ниетін, ендеше өзіміздің Ақсукент елді мекенде белгілі ұстаз болып жүрген аяулы ана Гүлзина апай, қош келдіңіз. Бір қошеметтеп қояйық кәнекей. Құрметті оқушыларым, ұстаздар, міне бұл 20 жылдық кешке бас біріктіріп отырған кезінде үлкен рахмет, ниеттерің қабыл болсын. Міне барлықтарың үлкен азамат болсыңдар, өте қуаныштымын. Әсілді менің классым А класс еді, ең лидер класс. Жанжал жағынан да, ұрсу жағынан да, білім жағынан да күшті класс, ұмытылмайтын класс бұл класс. Бұлардың аттарын бәрін білемін. Ішінде Өтеген Таңатар есімде қалған өте. Бұрғыжа Ерназар. Шашым өте ұзын еді менің, ұзынып қалды. Оқушыларым өте жақсы еді мені. Кейін және Бұрқанов Бақтияр деген бар. Турабаев Бақыт лидер, Жалғасбаев Гүлзира. Және кім еді? Сахан Бейет деген 4-ші бе 5-ші кетіп қалды. Жаман бала оның бәрі жаман бала. Өте жақсы бала. Актив. Мен барлықтарына разымын. Жәнібек менің оқушым. Боранбаев. Көбісі келмей қалыпты, байқап отырмын. Күнжарым Айнура, Ғабит, және кім еді? Таңатарды айттым. Алмұратова Зәуре, бәрі есімде. Барлықтар үлкен жігіт, үлкен қыз болыпсыңдар, үйлі жай болып кетсіңдер, бақытты болыңдар. Өте разымын сендерге. Осы күнге жеткеніне де шүкір, сендердің балаларыңа да шүкір. Рахмет сендерге.
Міне Гүлзина апай, қазақта бір мақал бар, қуанған қорыққаннан жаман дейді. Қуанған кезде адам не айтарын да білмей қаламыз. Міне апайлар білетіндер қағазға жазып кепті. Бүгін біздің кездесуімізде тіл сөйлемейді, бүгін кездесуде жүрек сөйлейді ағайындар. Жүректен шыққан тілек жүрекке жетеді деген ойым бар. Енді осы Гүлзина апайдан кейінгі тілекті сонау Тұрар Рысқұлов елді мекенінен аттың басын бұрып келген, күнде күліп келген, мына кездесуге жамала жақсы ниетпен келіп келген, осында біздің Иса Ходжаева Жаңыл апайдың да орны бөлек. Бір қошеметтеп қояйық ағайын, кәлігі. Құрметті ұстаздарым, осы кешті пайдаланып, менің осы алғашқы қолыма әліппе ұстатқан мына жерде апайым Бибайша апайға үлкен бас ием, әлге дейін рахметімді айтамын, рахмет сізге. Осы пайдалана отырып, осы 20 бүгінгі жаңағы кешіміздің 20 жылдығына келген қадамдарың құтты болсын, тойларың құтты болсын, талаптарың оң болсын, ниеттерің қабыл болсын. Ал балаларым Гүлзина апай өз классымен мақтанады осы сыныбымен. Мен де мақтанайын өз сыныбыммен. Менің сыныбым өте тәртіпті сынып. Өнер жағына мықты сынып. Жарыстарда Гүлзина апаймен жарысып жүреді, Гүлзина апайға қарыспайын деп. Менің сыныбым бірінші орын алады. Мақтанайын да. Бұл жерде Оразымбетов Сағындық Қоғалай биіне билеген Азат Маликов Қанат деген Қоғалай биіне қазақша келгенде билеп шыққан бірінші орынды алды. Тайбұрылдың шабысын айтып қазақша әндерден жақсы әндерді айтып жарыстардан бірінші орынды алдық. Ал балаларым мақұл, барлығын біздерге бір дейсіңдер, қай жерде жүрсеңдер аман болыңдар, бақытты болыңдар. Сіздерге үлкен алғысымыз, рахмет. Міне бүгінгі осындай әдемі кеш болып жатыр. Сіздер біздерді құрметтеп, мына ұстаздарымыз шақырып жатсыңдар. Біздер ешқашан сіздерді ұмытпаймыз. Ал есімізде, фамилияларына дейін, біздер әлге дейін есімізде, түрлеріне қарап ұмытпаймыз. Міне 1988 жыл біздер институтты бірінші жыл бітіріп келген кезіміз жаңағы 5 жылда қолымыз диплом алып жетіп келгенде осы балалар бірінші сыныпқа келді. Осы кет стажым енді 30 жылға келіп қалды енді. Сол осылар балалар бірге менімен өсіп келе жатыр. Мен бұларды ұмытпаймын әрқашанда. Қай жерде жүрсіңдер, бақытты болыңдар, рахмет сіздерге. Міне қадірлі ағайындар, ортамызда қандай тілегін айтып жатқан Жаңыл апайдың да көкейінде қуаныш екенін көріп тұрсыздар. Ал енді қанатын биікке қаққан орталарыңызда сол кезде жас маман болып сәлем берген, тәлім берген Әсем апайдың ақ тілегін қабылдайық. Қошеметтеріңіз болсын деді. Құрметті оқушыларым, апайлар, мынау 20 жылдық мереке құтты болсын. Маған қос мереке. Менің өзімнің осы мектепті бітіргеніме 30 жыл болды да. Алда класс бітірген классыма 20 жыл болды. Дәл осы сөзді мен сендер соң қоңырау болып мектепті бітіріп жатқан кезде мен осы сөзді айтқанмын. Менің мектепті бітіргеніме 10 жыл болды. Есіңде ме? Соң қоңырауда осыны айтқанмын. Жаңыл апайдан кейін мен жалғастырып, мен есімде қаласыңдар. Себебі мен осы институтты бітіріп келгеннен кейін тұңғыш алған классымсыңдар сендер, бітірген классымсыңдар да. Сол үшін сонымен есте қаласыңдар сендер. Сендерді өте жақсы көрем, құрметтеймін. Мен классым өте актив еді, мен де мақтап кетейін. Бұл класс Жаңыл апайдан кейін жалғастырылған. Қош Жаңыл апайдан кейін. Өте актив, өзіме ұқсаған момын еді, бір жағын айтқан білімді еді. Енді мына Гүлзина апаймен салыстырғанда Гүлзина апайды кішкене байбектер көп еді ғана. Өтеген, Көркөжаев дегендер. Мен де химия химиядан сабақ берген кезде сол химия кабинетіндегі трубаларды теуіп отырады. 1.45. Ана өтеген есімде ма? Енді міне қарап отырсаның бәрілерің үлкен азамат боласыңдар. Папа, мама, бала-шағаларың бар. Сол өсіріп отырған ұл қыздардың қызығын көріңдер. Солардың тойында бізде болайық. Сол тойларына шақырыңдар нәсіп болса. Дендерің сау болсын. Осылай жүре беріңдер күліп ойнап. Біраз оқушы келмей қапты енді.
біраз оқушылар бар еді, Марат, Хаджаниязов дегендер, иә? Асима бар еді. Себептермен келмей алыпты. Соларға сәлем, видеоны көрсе кейін. Құрметтеп өстіп шақырып отырғандарың үшін үлкен рахмет. Енді біздердің жолымызды қуып, ұстаздық жолын қуып отырған мына жерде бізде айтып өтейін, Гүлзира Жалғасбаева, Турабаева, Бақыт өзімізге ұқсаған ұстаз болып отыр. Барлығыңыздың жұмыстарыңызға табыстар тілеймін. Рахмет. Мына жерде анау бұл класты көбірек мақтап жатыр, себебі бұл класста класс жетекшілер көп болған. Гүлзина Тәпкейдің классын Гүлзина Тәпкей жалғастырып қалды. Азамат Гүлзина Тәпкейдің классынан мен бір қошемет көрсетіп жіберейінші, себебі ол класты өзімнің классымдай жақсы көретін. Қарама-қарсы кабинетте болатында бір Ерназар, бір Таңатардың өзі чостой. Анау Бақыттар, Турабаевалар, қандай тамаша, Жалғасбаева, Гүлзиралар қандай тамаша қыздар еді. Бұлардың әрбір басқан қадамы мектеп аңдып отырады. Мектеп осылардың жүрген жерін, отырған жерін біліп отырады. Себебі олар действительно мектептің көркі еді классы жері. Тамаша класс еді, молодцы. Әрдайым осындай бола береді. Сосын шын мәнінде мектепте жаман бала жоқ, жаман оқушы жоқ, барлығы кезінде адам болмайсың деп едіңіз. Апкей, мен адам болдым, 5 қыздың әкесі болдым деген маған бір оқушым. Сондай-ақ барлықтарыңызға действительно адам болсыңдар. Осыларым үшін үлкен рахмет сендерге. Сол просто мен Гүлжат подружкамды поддержка беріп жатқанмын. Негізінде қадірлі ұстаздар қауымы бәрі де жақсы. Кезінде мектеп кезінде балалық кезде не болмады? А класы аңқау оқу десе жалқауды мазақтайтынбыз. Б класын айтатын, Б класы бандит ұрлағаны кәмпиттеуші едік. Соның бәрі есте қалып естелік болып қалды. Ал енді мен мына жерде үлкен уақыттарыңыз көп алмайын. Міне осы ұйымдастырып отқан барлық қыздардың, класстастардың атынан сіздерге азын-аулақ сыйлық, орамал том болмай жол болады, аз болса көпте көресіздер, сабан болса шөпте көресіздер деп сыйлығымызды ұстаздарға тартып өтейік кәнекей. Құрметті ұстаздар қауымы, енді жай отырмақ, бір билет етейік сіздерге. Дайын ба? Ондай болса, тоқтаңыз. Тамақ дайын болып қалды дейді, ыстығында дәмді болатын сияқты. Тамақ жеп алып сосын билейсіздер ме? Бір би онда, бір жарты би сіздерді құрметтеріңізді. Кәне, тамаша. Жарты би. Міне, жарты музыка болды, енді тамақсын қамасын деп отырмыз енді. Жағын апай, айналайын мұнасын. Жайғасаңыздар, тамағымыз дәмді, көңіліміз сәнді. Бүгінгі Ақсарайдың ақ дастарханына ағылған дастарханға тағама, кәні фирмалық тағам. Мархабат, отырыңызға.
Nerede adam var kaç şey? Gelin abi. Olsun da yolda. Arkası. Beskinden de. Ana adam kendi arkasına niye var deyip Tamam. Сендердің арқаңда 80 бір заң болып жүр ғой сендердің арқаңда. Рахмет сендерге. Біздің жігіттерді күлі қылыстаңдар вообще бар. Иә, не біздің жігіттерді арқаңда. Kameraga tutamay, kamera alып тұрған. Dendеріңіз sağ olsun. Қартаймаңыздар сіздер. Ол немерелер қызын көріп жүре берді. Мен де осы музейге Ulan bir baş yapamız, Yasinken, apamız, apayımız, Uğusumuz özümüz. Bak, kapayla. Hadi uzak. Beni mineki ömürlerim uzak olsun, üstüne hürmet varlığı aktar. Yerinin içinde azamat bulup yürüyenler, ömürlü süpürlü olurlar, ballarına rahatını gönder. Senler de bala okutun, ata-ana bol, bizleri sağ bütün kariyeler olup yürüyenler. Bir bakan olur. Oldu. Sarağımlar. Жинат. Siz de mi işte? Güzel oldu mu? Maskara kıldı. Güzel mi var? Сонымен бірге бізден кейінгі 82 жылғы артымыздан қуып келе жатқан іні бауырларымыз бар. Соларды қонақ қылып дастарханның басына шақырамын. Ал енді қадірлі ұстаздар, қадірлі класстастар, бәріңіз бір қол соғып қойсаңыздар, қадірлі қонақ болып келген 80 жылғы туылған бауыр болып біздің алдымыздағы түлек болып мектептен табалдырықта қадам басқан Мақсат бауырымыз бен Байдырла бауырымыз келіп отыр 80 жылғылардан. Ал 82-ден ортамызға біздің артымыздан қуып келе жатқан бауырларымыз деп Марат пен Тұрды деген бауырымыз келіп отыр. Қошеметтеп, осы қонақтарды ортаға шақырайық кәнекей. 80 жылғы мен 82-ден. Келіңіздер кәнекей. Апайлар, жайғасаңыздар. Ал енді қадірлі достар, ортамызда қандай бір сәтте, сандай тәтте бүгінгі ортамыздан қадірлі қонақ болып, өзінің тілегін, өзінің ниетін айтып келген
бір жыл алдын үстер түлеп болған. Енді бүгінгі дастарханға мына қонақ болып келіп отыр. Кеш құтты болсын. Әрине шақырған жерден қалма дейді. Қазақта бір дана сөз бар. Осы кешке қонақ болып бірі бізден бір жас үлкен, бірі бізден бір жас кіші демей, бәріміз бір қазақтың баласымыз, бірақ қазақтың дәстүрімен бізден бір жыл оқып бітіргендерден өзіміздің аманатымыз алғанбыз, ана қазақтың жалауы деп, өзіміздің 20 жылдықтардан алған мына 80 жыл. Ал енді осыны қазір 82 жылдар келіп отыр, соларға қазір тілек айтқаннан кейін артынан аманат қылып тапсырамыз. Ал енді қошемет қол соғайық, ортамызда мына Мақсат пен Байдулла бауырымыздан кешіміздің тілегін басайық. Қошемет. О, міне Сандыбек деген бауырымыз дейді. Сәке, тілекті бастай берейік кенеге. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, құрметті 20 жылдық той иелері. Бүгінгі 20 жылдық мерейтойлары құтты болсын. Алыстан жақыннан келген адамның аман болсын. Бақытты болыңыздар, семьяда тек бақыт, жұмыста тек алға. Бір жыл алдым осы жалауды тапсырған едім, лично өзіңіз. Құдай қаласа мынау жалғасын таба берсін. Той болсын, бақытты болсын. Мәке, айтқан тілек қабыл болсын. Енді мына ортада қазақ айтады, болар елдің баласы бірін-бірін батыр дейді дегендей, бүгін ортамызда үлкен тілек айтқаннан кейін Мәкен қасында Сәке, тілекті сізге берейік енді. Бірақ тілекті бауырларға деген тілекті шамбырда жауып жіберейік енді. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті кешар қонақтар, ұзақ жақыннан жиналған ұстаздар. Міне бүгінгі той кештерің құтты болсын, 81-лер. Бас қосып отыр екенсіңдер, көңілді жайып. Не дейміз? Тойларың құтты болсын. Міне жабайда айтқанда жақсы тілектерге қосылам. Осы не дейді, дәстүр дейді ғой, 82-лерге жалауды беріп, жалғасай берсін әрдайым. Ұстаздарға үлкен рахмет. Шабалақ болсын, қадірлі ағайын. Мінекей ортамызда ендеше ақ тілекті айтамыз. Таң атқанда осы вечерден банкеттен қайтамыз деп келген бауырлардың тілегі қабыл болсын. Ал енді тағы да сол 80 жылғы бауырлардың арасынан Мақсат, Мәке, той құтты болсын. Бір ақ тілек өзіңізден, сосын барында біздің артымыздан келе жатқан інілердің де тілегін қабыл аламыз. Ассалаумағалейкум. 81-дің жігіттері, рахмет болсын сіздер біздер сыйлап шақырып жатқандарыңа. Өте қуаныштымын сіздерді көргендеріңе. 20 жылдан асып кетті. Біраз балдар көрмегенім негізі. Өте қуаныштымын. Апайлар, сіздерді өте қуаныштымын көргендеріңе. Не қылдың, тойлар ұға сөйлесін. Бақыт болыңдар, өмірлерің ұзақ болсын сіздің бәрі. Өйстіп әр жылы сіз безіп, сыйласып отырып жинала бердіңдер. Құлақ аласа. Жалауын тапсырасыңдар өздері. Аманат болып. Міне, өткенде ғана былтырғы жылы осы жігіттерден бізге тарту етілген 20 жылдық жалау, қазір енді тілек айтатын 82-лердің жігіттері тілек айтқаннан кейін артынан кәдімгі салтанатты түрде тарту етеміз. Бір қошеметтеп қояйық, қадірлі ағайын, ортамызда Марат пен Тұрды бауырымызға. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Ұстаздар, сіздерге көргенімізден қуаныштымыз. Мына 81 жылғы тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Не қылдаймыз мына? Әр тойда қызметті болайық. Тойларыңызда қызметті қылайық. Ассалаумағалейкум, қадірменді қонақтар, ұстаздар, 81 жігіттер қыздары. Бүгін 20 жылдық мерейтойларың құтты болсын. Шақырғандар үшін рахмет көптеп. Біздерге де жұғысты болсын. Әрдайым өміріңізге денсаулық тілеймін. Жұмыстарыңыз табыс. Келесіде 30 жылда 40 жылдары тойлай беріңіздер. Біздер шақыруды ұмытпаңыздар. Рахмет бәріңізге де. Құтты болсын. Ал енді қадірлі ағайын, қадірлі ұстаздар, қадірлі достар, кәнекеміне Қалекең қолындағы жалауды салтанатты түрде дүмбірлетіп, күмбірлетіп, қадірлі ағайын мұны айтып, аманат қылып тапсырамыз деп отыр. Қол соғып қояйық. Құрметті ұстаздар, міне өткен жылы бізде 80 жыл осы Мақсат Байдулла Сандыбектердің қолдан алған жалауымызды официальный түрде 82-лерге тапсыруға рұқсат берсеңіздер. Сендер осындай үлкен той қылып,
Кәдеге сапалақ болсын ағай, мына 82-лерге жалау қылып, желбіретіп, Құдай қаласа, келесі жылы бұлардың да 20 жылдығында аман саумен кездесу нәсіп етсе, кәрімәге жақындырақ жігіттер бірге сөгетте естелікті болады. Құдай аманшылық болса, бізді әйтеуір осы күнге жеткізсін. Бәріңіз аманшылықта осы бас қосып, бұдан да кейін тойларда кездесе берейік. Абай мектеп 82-лерге арнаған. Рахмет сізге. Барлықтарыңызға мереке құтты болсын. Кәдімгі бір естелікке сөгетке түсейікті, сосын барып ішіп жеген болса, қадірлі достар, барлықтарыңызға мереке құтты болсын деп, қазақ қашанда қонаған сыйлаған халықпыз. Баршаңызды ордаға бір әдемі екі биге жаңа тамақ кеп қалды деді. Тамақ жеп болса, қалеге ұстаздарды ордаға шақырып, светтің бәрін өшіріп жаппай би. Ал ердеке, мереке құтты болсын.
мәз болды. Билемегендер таз болды. Bir қол соққан Гүлдер ансамбліне. Мына ортамызда билеткен Гүлдер ансамблі көп рахмет. Енді мен сен класс емес, сен бәріміз бір классымыз ғой ағайындар. Сондықтан да мен енді ортаға бүгінгі кешті ұйымдастырып жатқан біздің мына Ғани бауырымызды медет, одан қоса Гүлдерді шақырамын. Біз енді бір ойын өткізіп жіберейік деп жатырмын да. Екі команда. Біздің мына бүгінгі ойынымызға жюри болатын Ақтарда ұстаз болып келген сонау Өзбекстан Республикасы Бұхара облысы Газли қаласынан келіп отырған Сапарова Гуля апайды ортаға шақырамын. Екінші қазылар алқасы болатын Қаратаудан келіп отырған Төлегенова Сарапай келіңізші мен қасыма. Bir шапалақтап қойыңыз бәрекелді. Кәнекей. Ал енді менің қасыма екі команда келу керек. 6 азаматша бір жақтан, 3 қыз 3 бала бір жақтан, 3 қыз 3 бала бір жақтан. Екі команда келсін кәнекей. Қадірлі достар, өз қалауларыңыз бойынша мына қыздардың арасында 3 қыз 3 бала бір команда, 3 қыз 3 бала бір команда болады. Екі команда ортамызға келсін кәнекей. Ойын болады мына жақта. Кәнекей, келе беріңіздер, тағы жігіттеріміз жайна. Капитан команда кім болады мына жақта? Капитан команда. Міне, Талғат бауырымызға шапалақ ұрып қояйық мына. Капитан команда. Мына сол қанаттан, ол қанаттан кім капитан команда? Келіңіз. Жаңабай бауырымыз мінекей, қошеметтен қояйық бұл кісілер. Мына команданікі. Жақа, сіз бұлай тұрыңыз. Сіз ол жерде тұрасыз. Артыңызға тұрсын, қатарынан артыңызға. Жаңабайдың артына тұрыңыздар. Bir қыз, bir бала, екі қыз, bir бала. Баппа міне, әдем болып тұрып алайық. Кәне, тәке, сіз тұрыңыз, капитан команда. Иә, артынан тұрып алайық. Апай, келіңіз. Қаласаңыз, екі қыз, бір бала, бір қыз, бір бала тұрмасаңыз. Иә. Кім жұбайсыз? Гүля апай, Сарапай, ойының шарты мынандай. Ана жерге бүгінгі ойынымыз атын Сапрап. Мына жерде 7, ар жақта 7. Ана жерде 2 көрген қойып қойғанбыз. Мына Талғат капитан команда қазір бір дегенде екеуі бірдей жүгіреді, барады, ашады, құяды, жепті құйып кетеді. Кейкі барады, жеп құяды. Қайсы команда бірінші қалсын керек. Келсіз қояр, соны келсіз. Мына жерде екеуіміз қалағылап тұрасыздар. Өткеннен кейін жеңген командаға бірінші келсіз. Келсіз таусырайда қол көтересе, мен сізді қасыңызға. Ал енді қадірлі достар, ойынның шығар өзі шығып кете ме, оны білмейміз. Бірінші таусылу керек ананы. Иә, бар. Ау. Енді ішпейтінге қинамаймыз ғой, енді ішпейтінге. Ішетіндер дайын болсын. Шешілетін қинайтын нәрсені бәрін шешіп тастайды. Кәне, дайынбыз ба? Тәке, капитан команда дайынсыз ба? Жаһанның командасы дайын, 7 адам мінекей. Қанеке, келсеңші. Ал, дайын болсақ, мұқият тыңдайық. Бірақшы, барып, ішіп келгеннен кейін мына кісілерге қолына битесіз. Біз, келсеңші. Битесіз, сосын жүгіреді, е? Дайынсыздар ғой. 1, 2, 3, баса! Шамал қайда! Everybody hands up.
Екі команда орында тұрамыз. Мәне менің қасымда Санабай мен Көлебай тұр, қазылардан баса. Негізінде бар ма тәке? Жақа, жер қана сіздерге сабақ оқудан емес, кішкене ішуден де үйреніп керек болады. Недеген ішу бұл? Недеген шылдамық бұл? Химиядан дейді, абай қалай? Енді мен балдардың масқайын ұмытқан ойым жоқ. Бірақ бұл ойын болғаннан кейін мен айтып едім жаңа. Бір коладан қоя салайық дедім да, фантама колама қояр деп едім. Сөйткеннен ол қызық болмайды, оны кім ішеді деп балдар айтты. Сонымен мен айттым, онда не ішеміз деп, онда біз арақ, онда солай ішейік дедім. Соған енді қалай командаға көңілдеріңіз толды ма? Бүгінгі отырыстың өзі ойын күлкі. Бір-бірімізді 20 жылдан бері көрмеген. Қай командаға бірінші орын бересіздер еді? Қазылар арасында сөз береді. Қошы береді. Ауыл көрдіңіздер, болельщик болып бәрімізде. Сізге айтқан шарты, ана қайсы бірінші турда дауыстап келдіңіз, неге? Мына стулдағы Талғаттың командасы бірінші орын. Екінші орын. Негізі қалсаңыздар, қанша ұятқа қалдыңдар, жүргізушілердің алдында. Енді ұстамен жатақ болу керек қой, соның үшін ішуді де үйренген, негізі 20 алдында тұрды, сендерді жақсылап қақталады деп кажется. Алдында шықпен, енді жарысымен менің көңілім негізі өзімнің команданы артыққа бұрып тұр, артықта бірінші орын, бер жақта бірінші орын. Жарыс, өмірде де озамыз, бізде режим қаламыз. Сол үшін жаңағы мен режиме мысалы үйретушінің айтқанда ішу керекпен. Біз оқушыларымызды жан-жаққа үйретеміз. Өмірде ішуге де, көңіл болуге де, өзінің жаңағы ішіп алып жақсы аяққа тұрып үйретеміз. Мінекей, резинс. Ал енді мен мына екі командадағы қыздарға айтатыным өте жақсы. Мына қыздарға қараңыз, көңілдің бәрін шешіп тастап,
әдемі белсене қатысып, бір кісінің баласындай болып, қандай тамаша қатысқанын өзі жеңіс. Сондықтан да екі команданың да жетекшілеріне Жаңабай мен Талғат Мырзаға команданың атынан берейік. Екеуінің екісіне қошемет берейік. Ал енді, құрметті достар, біздің осы 20 жылдық кешіміз жалғасқанға дейін әлі біздің ойынымыз таусылмайды. Бірақ біз әлде тілек айтамыз, кешіміз біткенше әлі талай ойын болады. Сондықтан да осы ойынға қатысқан бауырларымызға Ялғаннан үштік еді, бірінші орынға постарайтесь етіп үштік ренжімеңіздер еді. Вообще ұялып тұрмын. Ардаш, бәріміз алқашпыз. Алқаш деген айта болмайды. бәрекелді, шамалақтап қояйық, жігіттер мен қыздарда. Бәрекелді, қошемет енді дастарханға жайғасайық. Қадірлі достар, біз ортамыздағы ал современный би берейікші. 4 би берейікші, мына екі келіншек құрметті, екі қыз құрметті. 4 би берейікші, бәрекелді, көңіл беріңіздер.
өзі 20 жылдан бері көрмеген класстастардың бірінің тілектерін қабыл алсақ деп отырмын. Ал енді сырттағы класстастар барлықтарыңыз келсеңіздер, мен енді сөз кезегін сонау Балқаштан келген, Қостанайдан келген, Бұхара облысы Газли қаласынан келіп отырған, Тараздан, Алматы, Түлкібастан келген класстастарды ортаға шақырамын. Ал енді ортаға Сүлейменов Азат Балқаштан келіп отыр. Турабаева Бақыт ханым Қостанайдан келіп отыр. Олардың қатарында Боранбаев Жәнібек, сонау Бұхара облысы Газли қаласынан келген. Ортаға келген жұбайларыңызбен, солармен бірге Тараз қаласынан келген Абдуллаев Мұрат бауырымыз, жұбаймен келсін. Алматыдан келген Берсугорова Ақтоты Алматы қаласынан сіз келіңіз жұбайыңызбен. Ортаға Ақтілекпен Түлкібастан келген Сырбайы Жаңабай бауырымыз, келіңіздер кәнекей. Жұбайларыңыздан ортаға. Бірдей, сондықтан да бір-біріміз сыйлағанымыз жөн болады ағайын. Бүгін ешкім тамақ үшін келген жоқ, бүгін ыстық қабақ үшін келдік. Сондықтан да бүгін Ақтілекті айтамыз, таң атқанда класстастармен би-билеп қайтамыз деп келген. Ортаға шыққан класстастарға бір қол соқпайық, қадірлі ағайын. Бірі Қостанайдан, бірі Балқаштан, бірі Бұхара облысы Газиевне, одан басқа мына ортамызда Тараздан, Алматы, Түлкібастан келген класстастар бар. Енді менің қашанда қазақ халқы қызы сыйлаған жақа. Сондықтан да мына ортамызда Қостанайдан келген Турабаева Бақыт ханым бар ма? Қошемет деп қой кәнекей, осы бақыттан бастап келеді ма? Кәне өзіңіздер тілекті. Осы жылды көп күттік. 20 жыл күттік деп. Мен де мұғалім ұстаздарым артынан қуып келе жатырмын. Мені құттықтаса да болады, мен мұғалім экспертпін қазір. Бірінші ағылшын тілінен бірінші санатты мұғаліммін, мұғалім эксперт. Бақытқа жуамыз деп. Осы алтын уақыттарды қиып келген ұстаздарға мың алғыс. Мың рахмет сіздерге. Сіздер біздің немізді ашпағанда, сауатымызды ашпағанда кім болады еді? Сіздің ізімізден қуып келе жатырған шәкірттеріміздің біріміз біз. Міне әрқайсымыз бір отбасы болдық. Біреуіміз отбасы, біреуіміз отағасы. Бүкіл ойымша мұғалімдердің арқасы және ата-анамыздың арқасы. Бәріңіздің отбасыңызға тыныштық, денсаулық, береке, табыс тілеймін. Әрқандай егер жол болып жатса, 30 жылдықта, 40 жылдықта кездесе береді. Бәрекелді, шамалар ағайындар, жағымыз енді мына ортада Бақыттың жолдасы Сәнбектің тілегін қабыл алғанбыз. 80-лер дегенде енді тілегіміз жалғастырып, осында бұл Қостанайда келсе Бақыт, енді ортамызда Алматыда келген қонағымыз бар. Тағы да қызымыз Берсугорова Ақтоты, бір қошемет болсын керек. Қайырлы кеш қонақтар, мынау бүгінгі 20 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Баршаңызға, отбасыларыңызға бақыт береке тілеймін. Әрқашан осылай ауызбіршілігіміз бірге болып, тағы да 30 жылдықта кездесе берейік. Ұстаздарға мың алғыс, бізге тәрбие беріп, білім берген, бүгінгі кешке келіп отқан. Ал келмей қалған оқушыларға алғыс сәлем. 30 жылдықта кездесетін шығармыз деп ойлаймын. Сол барлықтарыңызға той құтты болсын. Ақтоты күйеуін таныстырып кетсейші. Күйеуім Серік. Шапалақтап қойып қадірлі ағайын, бұл кездесуге келгенде тек қана би-билеп емес, ортада осы қыздар өзінің күйеулерін, жігіттер өзінің келіншектерін таныстырған жақсы. Араларыңызда алтын алған күміс алғандар бар ма негізінде? Жақындап атып қояр жақындаса. Бесеуге насамай атады дейді, құтты болсын. Ал енді қадірлі ағайын, бір шет елден Сүлейменов Азат Балқаштан келіп отыр. Қошемет болсын керек. Кеш жарық, құрметті ұстаздар және құрдастар, қонақтар. Мына бүгінгі
кеш себеп 20 жылдық бәріңе құтты болсын. Мына ұстаздарға үлкен рахмет. Сонау Газниден, Тараздан келіп жатыр. Сыйлап келіп жатқандарыңыз үшін рахмет. Мына осы кеш жақсы болсын, бәріңе құтты болсын. Бәрінің отбасыларына бақыт. Нәсіп болса, осы 30 жылдық, 40 жылдық тойлап жүре берейік. Мына ұстаздарымыз аман болсын. Мынау менің келіншегім Роза. Шабалақ болсын мінекей. Азаттың балқаша келіп отыр, келіншегін таныстырып жатыр. Ал енді ортада... Құрметті ағайындар, басқа құрдастар, 20 мерекелі бәріңізге құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, ұстазға және құрметке келген үшін үлкен рахмет. Газниден жалын сәлем. Келіншегім Сафия. Мінекей келіншегі Сафиямен бірге сонау Газни қаласына келіп отыр. Ал енді біз ортамызда кезекті сөзді сонау Тараз қаласына келіп отырған Абдуллаев Мұрат бауырымызға қошемет ағайын. Ұстаздар, әрқашан дендеріңіз сау болсын сіздердің. Сіздердің ақыларыңызда енді осы күнге жетіп жатырмыз. Рахмет. Қалған достарға да баршылықта болып осылай жиналып жатқанға да рахмет бәрімізге. Медет, Гүлзира, Ғайни, рахмет сіздерге мынандай ұйымдастырып. Сол мың рахмет. Келіншегім Гүлзира. Шапана құрып қояқ ағайын, ана жақтан жүгірге селфи жасап отырмыз айналайын. Енді той құтты болсын, мына ортада қадірлі ағайын, өзіміздің табиғаты таңсық қылған Түлкібастың төрінен аттың басын бүркеп атқан, ортада өздеріңіздің класстастарыңыз Жаңабай бауырымыздың орны бөлек, Сырбаев міне қасында келіншегімен келіп отыр, сөздің нүктесін осы кісілерге бір сөйлеп отыр. Қошеметтен қояқ әнекей, Жапар құрметті. Ұстаздар, апайлар, сіздерге рахмет. Өстіп білім бердіңіздер, осы күнге жетіп жатыр, рахмет сіздерге келіп жатсыздар. Қаламдарыңыздан гүл қалсын. Ерлеріңіздер, құрдастар, келмеген құрдастар бар, оларға да сәлем жолдаймыз. Мына менің келіншегім Жанат Малбек елінен болады. Өте байған Нұржанат деген. Бәрекелді, шапалақ болсын ағайын, мына ортаға шыққан 6 жұпты шақырдық, біз Алла разы болсын. Бәрі де тілектес, жүректес екендерін көріп отырмыз. Бүгінгі қуаныш баршаңызға ортақ. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Келесі жылғы алдымыздағы тағы да 30 жылдық, 40 жылдық кездесуден біріміз Газниден, біріміз Алматы, біріміз Астана, Қостанай, Тараздан аттың басын бұрып келе берейік. Шаңырақтарыңызға шаттық, қуаныштарыңызға бақыт тілеймін. Жаңа ғана ортада бәріңізді билетіп едім, енді билете беру қайта-қайта ұят шығар. Бірақ біз енді сіздердің құрметтеріңізге бір естелік әдемісі өткен түсіріп алайық жігіттер. Одан кейін ортаға отырамыз да жайғасып. Ұстаздардың бәрі дастарханда кезде